5000 тоннаға жуық қарбыз бен қауын Нұр-Сұлтан мен Мәскеуге экспортталады. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев жергілікті кәсіпкерге бақша дақылдарын өсірудің инновациялық әдісін ұсынды. Өткен жылдың соңында отырғызылған жеміс ағаштары тек 3-4 маусымнан соң өнім береді, ал қауын мен қарбызды сату кәсіпкердің шығындарын ішінара жабуға мүмкіндік берді. Өмірзақ Шөкеев өңірдегі бизнесмендерді Түркістанның берекелі топырағына салынған әрбір теңгенің қайтарымын арттыру тәжірибесін пайдалануға шақырды. Осы және басқа да жобаларды іске асыру Түркістан өңірінің су ресурстарын бөлудің жаңа саясатының нәтижесінде мүмкін болды. Осыған дейін судың топыраққа сіңуінен канал арқылы 80 миллион метр кубтен астам су шығыны болған. Бетондау жұмыстарынан кейін су үнемделіп, жасыл желек пен диқандарға ағын су жететін болды. Сонымен қатар Қаратау тау массиві суларының әлеуеті пайдалануда. Түркістан қаласын суару маусымының соңына дейін сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін платина салынды. Бұрын арық атыздарда ысырап болған жер асты сулары да сауатты пайдаланыла бастады. Қосымша ұңғымалар бұрғыланды. Су басқан кентау шахталарындағы суды пайдалану жобасы әзірленуде. Бұл жылына қосымша 40 миллион метр куб беруге және Кеншілер шаһарындағы жер астындағы артық су мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Жерге өше дарбыз егеміз, ешкімнің ойында жоқ, бақша егеміз. Негізі бұл жерге жаңағы қараөріктің көшеттері отырған көтбұрыстар ғой, 400 гектар қараөрік бауған. Енді анау судың системасы өткізгеннен кейін, мынаны пайдаланып бақша отырғызған. 2 жыл үшін күтеміз. Көрмейсіздер ме қандай результат? Сондықтан жақсы осыдан үйрену керек, балдарды үйрету керек. Облыстың 2 колледжінің студенттері мен қызметкерлері Түркістанды көгалдандыру шарасының алғашқы жемісін жинауда. Оларды өткен жылы кәсіпкер Болат Әлиев сенімгерлік басқаруға алып, дуальды оқытудың қалай жұмыс істеу керектігін көрсетті. Студенттер іс жүзінде агробизнестің қыр-сырын меңгеріп, қосымша стипендия алуда. Баудың көлемі барлық жағы 400 гектар. 400 гектар, оның бәрі түгел инфрақұрылыммен бәрі жабдықталған. Ішкі, сыртқы инфрақұрылым бәрі түгел. Ал енді мынау біздің қазір көріп отқандарымыз мынау қауындарымызды бүгін таңда теру жұмыстары, өнімді теру жұмыстары болып жатыр. Біздің өнім сыртқа да кетіп жатыр. Қазақстанның сыртына да, мынау Қазақстанның түкпір-түкпіріне де жіберіп жатырмыз. Осыдан 1,5 жыл бұрын Дала Фрутс компаниясы Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасына қарасты Түркістан жоғары аграрлық көпсалалы колледжін сенімгерлік басқаруға алған болатын. Мінекей 1,5 жылдың ішінде бірқатар жұмыстар атқарылды. Оның ішіндегі ең маңызды мәселе бұл колледждің студенттерін мына дуалды оқыту бағдарламасы бойынша мамандық беру және де жаңа технологиялармен оқыту және бітірген түлектерді жұмысқа орналастыру болып табылатын. 400 гектар жерге қара өрік отырғызған Дала Фрут KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы 150 жерге егілген қауын қарбыздан 3 миллион кило өнім өндірмек. Бүгін жиналған 50 тонна қауын қарбыз қайырымдылық мақсатында өңірдегі мүгедектер үйі, ардагерлер үйі мен балалар үйіне жеткізілді. Түркістан қаласынан Айгерім Дәулетбекқызы, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.